La la la, dance dance, la la la, dance dance, la la la, dance dance, la la la, dance dance. Hey, на на на, ловите, вот моя волна. Весь этот мир он так прекрасен, и в него я влюблена. Мне надоели переписки, просто я хочу гулять, хочу любить и веселиться, громко петь и танцевать. И я свободна, будто птица. Зацените мой полет, во мне энергия искрится, и моя душа поет. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Ла-ла-ла, dance dance, ла-ла-ла, dance dance, ла-ла-ла, dance dance, ла-ла-ла, dance dance. От пола до диско-пола музыка качает нас и снова, опять и снова мы показываем класс. Пола до диско-пола музыка качает нас и снова, опять и снова мы показываем класс. Hey, на-на-на, ловите, вот моя волна. Весь этот мир он так прекрасен, и в него я влюблена. Мне надоели переписки, даже фотки в Инстаграм. Мне просто нужно веселиться, надоел весь этот спам. В голове все мои мысли, в сердце все мои мечты, и я взрываюсь на танцполе, и намерения чисты. La-la-la, dance dance, 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 la-la-la. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, у меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Вот все, вот все, вот все, вот и все. Қандай керемет, міне құрметті көрермендер, біздің студиямызда мың бұрала билеген Түркістан болашақ би тобы өздерінің тентектері биімен келіпті. Сәлем қыздар. Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Жақсы. Есімің кім? Зарина. Зарина, қанша уақыт болды билеп жүргеніңе? 1 жыл. 1 жыл болды, иә? Тентектер биі саған ұнай ма? Иә. Ал енді жаңа біз байқап атымыз, сен көпір жасап тұрып атсың, мостикке тұрып атсың, шпагатқа отырып жатырсың. Бұл саған қиын емес па? Жоқ. Қандай керемет. Енді жалпы қазіргі уақытта дәл осындай қарқынмен сендер дамитын болсаңдар, алдағы уақытта еліміздің болашағын әлемдік аренада асқақтататындарға мен сенімдімін. Құрметті көрермендер, енді біздің студиямызға дәл осы би тобының жетекшілері де келген екен. Ендеше мен сөз тізгінін студияның екінші бөлігіндегі әріптесім Дамираға беремін. Я, рахмет Айдар, жаңа ғана біз тәп-тәтті қыздарымыздың биіне куә болдық. Ал менің жанымда осы қыздардың жетекшілері отыр. Сіздерге таныстыра кетейін. Айзада Мықтыбай, Түркістан болашақ гимназиясының хореографы және жетекшісі, жаңа айтып кеттік, және де Динара Пазылова, қыздардың сынып жетекшісі, сондай-ақ Ажар Тоқтасын, үйірме жетекшісі. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жақсы, енді жаңа ғана біз қыздардың әдемі биіне куә болдық, иә? Енді осы би арқылы, осы бишілеріміз біздің бір үлкен конкурсқа қатысып, өздеріңіз ақшылықта жаңалықты алып келген екенсіздер. Сол туралы айта кетсеңіздер. Я, осы жақында 29 қазан күні халықаралық би жарысы болған, Биле талант деген. Осы конкурсқа осындай кішкентай бүлдіршіндеріміз қатысты және бас жүлде алды. Мәссаған, құттықтаймыз шын жүректен. Өте қуанышты жаңалық десек те болады, иә, бұны. Енді қанша бишілер қатысты? Осыншама Биле талант деген халықаралық конкурстан бірінші орын алудың, бас жүлде алудың өзі оңай емес. Қанша уақыт дайындалдыңыздар бұл сайысқа?
Осы жарысқа біз бір ай көлемінде дайындалдық. Күніге болатын еді. Дайындығымыз, иә. Бұл конкурске 77-ден астам командалар қатысты, яғни Алматы, Астана, Қарағанды, Ақтөбе, жан-жақты, Қазақстанның жан-жақты қалаларынан жиналған командалар болды. Сон ішінде 5-7 жас аралығындағы менің қыздарым топ жарып шықты. Иә, топ жарып бас жүлде алды. Бұның өзі үлкен мақтаныш десек те болады. Тағы да сіздерді құттықтаймын. Енді бұл қыздардың барлығы бір сыныпта оқиды, иә? Енді сынып жетекшісінен өзінен сұрайықшы. Осындай бүкіл биші қыздардың бір сыныпта жинақталып қалуының себебі неде деп ойлайсыз? Талантты бала әр жағынан жан-жақты талант деп айтады ғой. Менің қыздарым осы бірінші сыныпқа келгеннен олар гимнастикаға қабілетінен көзге түсті. Ясина деген қызымыз алғаш қоңырау соғып, сол жерде өзінің гимнастикалық биімен көзге түсіп, осы гимнастика үйірмесіне жазылып, қатысып, Айзада апай айтты. Айзада Рамазан қызы, осындай конкурс болып жатыр, сіздің сыныбымен қыздарыңыз қатысса қалай қарайсыз деп. Ата-аналарына үлкен рахмет, бірден қолдап алып, бұл жеңіс, ортақ жеңіс. Ата-аналар қолдамаса, демеу бермесе, бұл жетістікке жетпес едік. Тағы бір айта кететіні, ол конкурсқа барлық, былай айтқанда, би мектебінің оқушылары қатысты. Біздің мектеп би мектебі емес болса да, сол жерге қатысып, топ жарып, бас жүлде алып отыр. Мен өте мақтан тұтам оқушыларымды. Қыздарым тек қана би жағынан да емес, қол өнер жағынан қазір Ажар Тоқсатын қыз айтып өтеді. Жан-жақты керемет өнерлі қыздар. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, би ғана емес, қол өнер жағынан да деп. Енді өзіңіз айта кетсеңіз, жалпы қандай үйірмелер бар қыздар үшін, жалпы оқушылар үшін қарастырылған? Жалпы Түркістан болашақ компаниясы 2006 жылдан бастап Түркістан қаласында жұмыс жасайды. Түркістан болашақ гимназиясы және көпсалалы колледж, болашақ колледж, және де Түркістан болашақ бөбекжай балабақшасы бар. Соның ішіндегі біздің қыздарымыз 2-ші сынып оқиды. Көптеген үйірмелеріміз бар, 10 үйірмеміз бар. Соның ішінде 29 қазан күні хореография, гимнастика, яғни жарысқа қатысып гран-при алды. Әрине ол Айзада жетекшісінің арқасында және сынып жетекшісінің арқасында. Ата-аналармен жұмыс жасап, ата-аналарға өте қатты үлкен алғысымыз шексіз. Қыздарымыз өнерлі, қыздарымыз 10 үйірмеге қатысады. Мәселен тоқтала кетсек, мен өзім қолөнер және сурет үйірмесінен сабақ беремін. Қыздарымыз ине жұпыстап, кесте тігіп, қайшымен жұмыс жасайды. Және де пластилиндермен, ермексаздермен түрлі суреттер салып, бейнелеу өнерінде үлкен ауқымды краскалармен жұмыс істеп, өздерінің ішіндегі жан-жақты болып атқан сюжеттерін сурет арқылы бейнелеп береді. Жақсы, рахмет. Енді сіздер өздеріңіз арнайы медальдарды, мүсіншелерді алып келген екенсіздер, міне көрсетіп қояйық біздің көрермендерге де, біздің кішкентай қыздарымыз міне дәл осындай биле талант атты, осындай мүсіншені өздерімен бірге алып келген екен. Енді жаңа көріп отырсам, киімдері өте керемет. Бірден көз тартады қыздардың. Бұл киімдердің дизайнын өздеріңіз жасадыңыздар ма, жалпы қанша уақыт кетті, қалай таңдадыңыздар? Осы киіммен барды ғой, иә? Осы киіммен. Конкурсқа 10 күн қалған кезде біз осы киімді тіктірткенбіз. Арнайы Гүлмира деген ханымға алғысым шексіз. Дизайнды өзім таңдадым. Барлығына ұнады. Жалпы қыздардың осындай бір биінде, жалпы осы қанша би бар жалпы сіздердің қоржындарыңызда, осы қыздардың қоржынында, бұл биден бөлек? Осы қыздардың қоржынында 3-4 бидей бар. Ал сіздер сайысқа қай биді апардыңыздар? Осы тентектер биін апардық. Өте жақсы. Ал енді бұдан өзге де қыздар бар ма? Тек бүкіл осы қыздар осы ма? Сыныптың қыздар? Біздің сыныпта 11 қыз бар. Соның барлығы қатысқан, бірақ денсаулығына байланысты бүгін келе алмай қалды, әйтпесе барлығы қатысамыз деген. 11 қыздың барлығы барды. 11 қыздың барлығы барды, қатысты. Біз алдыңғы жылы 2021-де Жастар сарайында гала концертіміз, Түркістан болашақ гимназиясының гала концерті өткен. Ол жерде де біздің сынып Тигриата деген биімен шыққан. Ол қойылымды да бізде мектепте әр
осындай мероприятияларда сұрап тұрады, сол биді билеп беріп тұрса қыздарыңыз деп. Қыздарым сахнаға әбден төселді, әр үйірмеге қатысып. Бізде ол тек би хореография үйірмесі емес, 10 үйірме бар Түркістан болашақ гимназиясында. Қазіргі қарбалас заманға байланысты өте қолайлы деп білем. Мектеп таңғы бізде тасымалдау қарастырылған, азанда алып келіп балалары ыстық тамағымен 3 мезгіл тамағы бар. Түске дейін негізгі сабақтар, түстен кейін 1,5 сағат үйірмелерге барады, 1,5 сағат үй тапсырмасын орындайды. Қайтадан балаларды үйіне таратып береді. Осыншама барлық жағдайды жасап отырған басшымыз Шолпан Маратқызына да алғысымыз шексіз. Өте ыңғайлы, қолайлы мектеп деп ойлаймын балаларға. 10 үйірмеміз бұл жерде. Бізде үйірмелер тек аты ғана емес, қай үйірмеден болсын жарыстарға бар қалаға барып жатыр. Оқушыларымыз барған жерінен жүлделі орынмен келеді. Оның барлығы біздің мұғалімдердің, үйірме жетекшілердің өз ісіне деген адалдығы, махаббатпен қарауы, жауапкершілігі деп білемін. Ал енді біздің қыздарымыз нешінші сынып оқиды қазір? 2-ші сынып. Мәссаған, 2-ші сынып. Өте кішкентай, сондай кішкентай бола тұра, осындай жетістікке жеткеннің өзі бір үлкен жетістік десек те болады. Ал сыныптағы жігіттер немен айналысады? Мен сыныптағы жігіттерім шахматқа, домбыраға, актерлік шеберлік бар, робототехника бар. Барлық сала қарастырылған деген. Бізде логопедия, психология деген үйірмелерде бар. Оны ата-аналар, менің балам ол логопедияның, психологияның ауытқулықтары жоқ, қажет емес қой деп түсінбей жатады. Ал негізі ол жерде тек ол емес, логопедияда бізде көркем сөйлеу, ойын жеткізе білу өте қызықты үйірме. Психология деген жеке развитие, жаңағы тұлғалық дамуға өте керекті, керемет үйірмелер бізде. Негізі әр үйірмені алып қарасаң барлығы керемет. Өзіндік әрбір салаға қосатын үлесі бар. Енді Айзада ханымнан сұрағым келіп отыр. Неге дәл осы сыныптың қыздарын таңдап алдыңыз? Негізі бұл сынып қана емес, билеген негізі конкурсқа 30 қызды апарғам, 30 қыз болып билеген. Осы 2-ші класс өзіме қатты жақында, 1-ші сыныптан бастап дайындаған соң, осы қыздарды алам деп шештім. Одан бөлек нөлевой класстар қатысты, және басқа да 1-ші сыныптан, 2-ші сыныптан қыздар таңдалып алынды. Өздеріңіз таңдап алып бардыңыздар, жақсы. Ал енді жаңа басқа да үйірмелер бар деп жатырмыз ғой, соларға толығырақ тоқтала кетіңізші. Қай үйірмеде қандай қызмет көрсетіледі, не үйретіледі деген. Бізде Түркістан болашақ гимназиясында мектебінде 10 үйірме қарастырылған. Себебі азаннан түскі ауысымға дейін балаларымыз сабақ оқиды, тереңдетіліп, әбеттен кейін балаларымыз түскі асын ішіп болған соң үйірмеге кіреді. Әр үйірме өз уақытысымен өтеді. Оның ішінде домбыра үйірмесі, қыз балалар және ұл балалар қатысады. Шахмат үйірмесі, қолөнер және сурет, робототехника, гимнастика, заманауи би бар, психология, логопед ол жерде және актерлік шеберлік бар. Бұл жерде үйірме жетекшілер тереңдетіліп оқытады, әр баламен жеке жұмыс жасайды, және де Қазақстан мемлекет қалалары бойынша ауқымды жарыстарға көп барамыз. Тіпті апта сайын барамыз, және де біз баламыз, оқушыларымызға көп деген мақсаттар қоямыз. Алдына үлкен жетістіктерді, нәтижелерді көрсету үшін көп деген уақытымызды бөлеміз. Демек, оқушылар тек оқу бағдарламасымен ғана емес, жекелей де дамуына осылай жағдай жасалған, иә? Ал енді осы оқушыларды айтып жатырмыз ғой, тек бұл бастауыш сыныптарға арналған ба, әлде жоғары сыныптарға бар ма? Ол жерде нөлевой сыныптан бастап 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін арналған. Үлкен ауқымды, үлкен здание бізде және жаңа әдіс тәсілдің бәрі өте керемет өтеді. Мәселен, қандай жаңа технологиялар қолданасыздар сабақ беру барысында? Сабақ барысында бізде интерактивный тақтамен жұмыс жасаймыз. Балалардың әр балаға индивидуальный подход бізде. Бір сыныпта неше бала бар? Менің сынымда 24 бала бар. Осы 2-ші сыныптар жеке сабақ біздің сыныптар ғана осы 2-ші сыныптарда ғана, орыс класстарында ғана шамалы сондай болып тұр. Ал басқа сыныптарда 20-ға дейін. Одан көп болмайды, иә? Одан көп болмайды, 24 балаға дейін. Үлгереміз, өйткені түске дейін негізгі сабақтар түстен кейін бізде 1,5 сағат бойы сол түске дейін өткенімізді түстен кейін қайталап әр баламен
жеке жұмыс жасауға уақыт берілген. Демек қайталап отырасыздар, иә, Иә. түстен кейін. Жақсы. Және тағы бір қандай ерекшелігі бар бұл басқа мектептерден? Және де оларға арнайы тәрбиешісі бар. Сынып жетекшісінің көмекшісі, арнайы тәрбиешілер бар. Сынып жетекшіден бөлек тағы да тәрбиеші болады, иә, оларға. Олардың қызметі қандай сонда? Ол тәрбиешілер біз білім жағынан болсақ, ол кісілер аты айтып тұрғандай тәрбие жағынан балаларға киім ауыстыру, саппен жүру, тамақтану, жаңағы жазуына көмектеседі, оқуына көмектеседі, екі жақтап алып жүреміз. Жақсы, енді Айзада ханым, бұл жалпы бишілердің алғашқы конкурсы ма, әлде бұдан бұрында тағы бір сайыстарға қатысып па еді? Жоқ, бұдан бұрын Шымкент қаласында Атадан мұра деген жарыс болған, республикалық. Ол кезде қыздар бірінші сыныпта болған. Сол жарысқа апарғанмын. Ол кезде нәтиже қалай болды? Екінші орын алғанбыз. Демек, көтеріліп келе жатырсыздар, иә, жылдан жылға. Ал алда қандай конкурсқа қатысу жоспарда бар? Алда негізі конкурстар көп. Жаңа билер шығару керек, жаңа костюм тігу керек. Алда конкурстар шығып жатыр. Ал енді сіздер бір биді мәселен қанша уақытта үйренеді қыздар? Негізі мен қыздарға көрсетсем тез ұғып алады. Бір апта жеткілікті. Кейін Бір тазалап, биді үйрену үшін, иә, толықтай. кейін тазалап, конкурсқа баратын болсақ, күніге дайындаймыз. Солай конкурсқа шығасыздар. Өте жақсы, сіздерге рахмет. Біздің студиямызға келіп, осылай өздеріңіздің жаңалықтарыңызбен, жалпы мектептің ерекшеліктерімен, тыныс-тіршілігімен таныстырғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Ең бастысы, осындай оқушыларыңыз көп болсын, мектептің абыройын асқақтатып, сіздердің ұстаздардың ең бастысы үмітін ақтап, биік белестерді бағындыра берсін дейміз. Тағы да рахмет. Сіздерге де рахмет.